Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Қаржау Төреқұлы, Қызылорда облысы Жалағаш кентінің тұрғыны, Қазақстан Республикасының толыққанды азаматы. Мен бүгін Степногорск қаласына келіп Марат Жыланбаевқа қолдау білдіруге келдім. Марат Жыланбаев қазақтың алтын ұлы, жер әлемдінің барлық шөл далаларын өзінің қайратымен, жігеріменен жаяу жүгіріп кесіп өткен азамат. Гиннестер рекорд кітабына 7 рет енген әлемдік азамат. Мынадай дана сөз бар: құқығы қорғалмаған қауым жер бетінен жоқ болады деген. Марат Жыланбаевты Тоқаевтың қарақшы билігі бүгінгі күні қазаққа жер бетінен жоқ қылу үшін осыны красный линия қылып ұстап отырма деген менде кейде бір күмәндар кетеді. Мен Марат Жыланбаевтың құқығының қорғалуын талап етіп, бүгін Степногорск қаласындағы 4-ші учреждениесіне Марат Жыланбаев жатқан келіп тұрмын. Марат Жыланбаев жазықсыз, елге әділет орнасын, заң салтанат құрсын дегені үшін оны түрмеде ұстап отыр. Мен Марат Жыланбаевтың бостандыққа жақын күнде шығуын Тоқаевтан талап етем. Алға Қазақстан!